Кеше дейтін неге барғам ғой қыздар, дүкенге барымда қызығып кеттім. Эвредин посудасына жаман қызығып жүрдім ғой. Осындай ішінде мантоваркасы бар, 4 дискісі бар, еще астында кастрюлін, представляете, 11 не ғой, 11 литр. Сосын кастрюлінде былай пайдалануға болады да, міне астын көрсеттім, міне 11 литр. Материал дейтін конкретно чисто Турция ғой. Бұның ОМС дейтін түрде шыққан ғой, бірақ мен ОМС-ке чөті қызықпаймын, білмеймін. Мына Эврендар дейтін бірінші шықты ғой. Несінің айнюгінің материалы, кәдімгі ұстайтын темірлері, ручкасы бар ғой, вообще күшті, маған ұнады. Сосын осындай несі бар, мынандай сковородкасы бар, сковородкасы де мықты темірі дейтін бар ғой. Цветі де ұнады маған. Еще мынандай сотейник бар, кішкентай шағын. Мынандай кастрюлесі бар, 2 кастрюлесі. Мынау да шап-шағын, мынандай кішкентай, тек мынандай балаларға сорпа жасағанға өзімізге. Мынау біреуі 3, біреуі 3,8 литр. Сосын мынандай табасы бар, 2 құлағы бар. В общем, дейтін ішінде дейтін 1, 2, 3, 4, 5, 6 ма сондай набор. Мынандай чайник бар, сосын қыздар 3 литр чайник бар, сосын мынандай тасқұманы бар. Несі дейтін тасқұман дейтін литр 800 бекен, литр жарым ба, қалай сондай бірдеңе. Сонымен общем дейтін жаман қызық жүріп, ар жағында ағаш нені көріп тұрсыңдар ма? Ағаш ыдысы чайниктің астын көрсететін 3 литр деп. Ағаш не бар ғой, қазақбайский ағаш бешбармақ салатын, соны шалмайды еді, құрсын алғаш, осыған жаман қызығып тұрмын деп. Соны жақсы деп алып алдым. Негізі оның домалақ түрде бар менде. Соны кастрюльдерім жаман қызығып қайта ағаш көрсетіп жатырмын ғой. Қыздар қараңдаршы, вообще күшті. Ертең бұйырса енді үйдегі ескі ыдыстарым бар ғой, солардың бәрін ала берсе бір мұқтаж жанға берейін деп тұрмын да. Мынандай коробканың ішінде 19 предмет деп келеді. Не үшін 19 деп келеді? Каждый мантоварканың, мысалы, каждый дискісі, кастрюльдің қақпағы барлығы сол предмет болып саналады да. Сол үшін 19 штук деп сол үшін жазылады екен. Соған не керек? Ертең ала бұйырса енді дейтін бұрынғы ұстап жүрген посудалардың да вроде нормально. Енді қанша мен новыйды пайдаланайыншы деп алып қойғаннан кейін неді қоям бар деп сувенир қылып қоймайыншы деп бұйырса осыларымды ашып пайдаланып, бұрынғы пайдаланып жүрген кастрюльдерім, олар да күшті, материалдары жақсы, прочный. Солардың бәрін бір мұқтаж жанға бергім келіп отыр. Ол жерде кастрюля бар, чайниктер бар. В общем, тавалар бар, в общем. Сосын алдында алған ыдыстарым ғой, мельхиор қыздар, неден алатын, домино посудадан алатын. Мынаны дейтін, мен мына Эвренде так роза посуда Атырау деген бар, инстаграмда, содан алдым. Осындай коробкасында келді. Мантоварканың коробкасы бер жағындағы. Аналардың бәрі каждый коробкамен, как положено. Андай салафандарға қақпағы бөлек салафанда, кастрюлесі қақпақ бөлек салафанда солай келеді да, бәрі бөлек-бөлек. В общем, күшті болып кетті, сықиып бар ғой. Көңілмен шықты, соның бәрі. Енді айтып жатырмын ғой, мен енді мыналардың бәрін салатын маған бір дұрыс кәдімгідей. Енді сервантымда ауыстыру керек деп жатырмын ғой. Сервантымда енді бірталай болды. Комод екеуін может сатуға шығарып жіберем ба, көрем арзандау қылып. Сосын бір күшті қылып мына жерге осындай бежевый цвет па, аппақ па күшті не алғым келіп тұр да, сервант алғым келіп тұр, ала бұйырса. Енді кеше үйдің алдында сарайды бітіріп неттік қой, төбесін жауып бастап жатырық, Аллах нәсіп етсе. Бұйырса енді терезесін салып, ішін бәрін сықитып евро қылам да. Мына гостиный стол мен 5 метр. Сонда апарып бұйырса осы ыдыстарымды шарқатып, қасына ақ сервантымды қойып, несімен комодымен бұйырса сықитып осы ыдыстардың бәрін салатын болам. Қыздар, ішіне бар ғой. Бәріңізге де, баршаңызға да бұйырсын осындай әдемі ыдыс алу. Осындай әдемілікті көргенде әйел затымыз дейтін андай неміз ғой. Әдемілікке тоймаймыз. Енді осындай әдемілікті, осындай ыдыстарды көңілден шығатын затты алып беріп жүрген менің шалыма Алла разы болсын. Жолдасым менің ешқашан қолымнан қаққан емес. Постоянно не алам десем, соны көңілінен ұнап тұрса, өзіңе ұнап тұрса, көңілінен шығып тұрса ал деп постоянно қолдап жүреді. Ол кісіге Алла разы болсын, аман жүрсін, тапқан табысы берекелі, қайырлы болсын. Қыздар, баршаңызға да тілеймін осындай жақсы жар, жаныңды түсінетін, өзіңді түсінетін, осындай қалағаныңды алып беретін мақсатқа бәріңіз жетіңіздер.